Баршаңызға сәлем. Бүгін керек дерек арнасында жаңа видео шықты. Біздің видеоларды жоғалтып алмау үшін подписаться деген жазуды басып тіркеліп алыңыздар. Сіздермен бірге тәттігүл. Бүгін 2022 жылы не болады деген жер, су, ауа, от белгілеріне арналған жұлдызды жорамалдың жалғасын айтатын боламын. 2022 жылға жұлдыз жорамал. Жер элементі торпақ, бикеш, тауешкі. Егер жеке өмір сізді тұрақтылықпен немесе тек қуанышты тосын сыйлармен қуантса, 2022 жылы мансап жер белгілерінің өкілдерін ширатады. Мансаптық жетістіктер алыс емес, алаңдататын ештеңе жоқ. Дегенмен, оларға қол жеткізу үшін сіз тез шешім қабылдап, жайлылық аймағынан шығуыңыз керек. Зона комфорта деп аталады. Ал торпақ консервативті, бикеш перфекционист және тамаша нәтижеге қол жеткізу үшін қалай әрекет ету керектігін ойлап, уақытты тарта алады. Бірақ тауешкі тым қыңыр. Су белгісіндегі жорамал шаян, сары шаян, балықтар. Су белгілері жеке майданда қара су жолбарысынан тосын сыйлар күтуі керек. Олар барлығына әсер етеді. Осы үш белгінің отбасылық өкілдері баланың туылуына, өз үйлену тойына, немесе туыстарының үйлену тойына сене алады. Бұндай оқиғалар 2022 жылдың бірінші жартысында болуы мүмкін. Жылдың екінші жартысында жұлдыздар отау құруға бел буғандарға қолдау көрсетеді. Ал мансаптық тұрғыдан алғанда асығыс шешім қабылдамау маңызды. Ауа элементіндегі егіздер, таразы, су құйғыш. Ауа белгілерінің шоқжұлдыздарының астында туған адамдарда сөзбе-сөз мағынада көкте ұшуға жеткілікті уақыт болады. 2022 егіздер, таразы, су құйғыштар үшін мансаптық жетістікке жетудің тамаша уақыты. Бұл үшін олар жауапкершілікті арттырып, эмоцияларға азырақ берілуі керек. Қазіргі жұмыс орнында ауа белгілерінің өкілдері лауазымның өсуі және жалақының өсуі мүмкін. Рас, егер бұл ауа белгілері өзгеруге және өз бетімен жұмыс істеуге дайын болса ғана жетістіктерге жете алады. Жеке өмірде ауа белгілері мұқият болғандары жөн. Бөртпе әрекеттер мен сөздер тіпті ең тұрақты қарым-қатынастарды да бұзуы мүмкін дейді. От элементі, от белгісі, бұған тоқты, арыстан, мерген белгілер жатады. 2022 жылдың ең бақытты сәтті жұлдыздың белгілері осылар. Қара су жолбарысы олар үшін жыл бойы көптеген жарқын оқиғаларды дайындады. Бұл белгілердің шабыттары оянып, біраз шығармашылық идеялар болуы мүмкін. Тоқты, арыстан, мергендер үшін жеке өмір тұрғысынан әсіресе өте сәтті жыл болмақ. От белгілері бүкіл өмірінің махаббатын кездестіре алады және танысудың әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін. Көбінесе бастаманы от белгісінің өкілдері өздері көрсетеді. Бірақ егер сіз ер адам болсаңыз және қыз сізді кешкі асқа немесе киноға шақырса, таң қалмаңыз. Бұл кездесу тұрақты әрі берік одақтың бастауы бола алады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Лүпіл басып, пікір қалдырып, подписаться деген жазуды басып, менің каналыма тіркелуге шақырамын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын.